Достар, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Спанкулов Маулен, мен Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода мен осы коллекторлармен қалай сөйлесу керек, олардың үстінен жалоба жазамыз және оларды жазғанда қайда жазу керек деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Достар, осы видеоны ары қарай көрместен бұрын менің YouTube каналыма, Instagram парақшама барлығына тіркеліп алыңыздар, өйткені көптеген пайдалы видеоларды жіберіп аласыздар, егер де тіркелмесеңіздер. Ал енді бастайық. Біздің осы тақырыбымыз коллекторларға байланысты. Коллекторлардың маған негізі комментарийларға көптеген сұрақтар келеді осы коллекторларға байланысты. Коллекторлар маған неше түрлі боқтық сөздер айтады. Олармен не істеймін, қалай жұмыс істейміз, немесе қалай график орнатамыз деген сияқты көптеген сұрақтар келіп жатыр. Сол сұрақтарға біртіндеп мен жауап беретін болам. Сол өздеріңізге осы сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Ең алдымен коллекторлар сізге звондағанда не істеу керек? Коллекторлар звондағанда сіз олардан қорқып, саспай, уайымдамай, негізі жай ғана сөйлесесіздер, өйткені коллекторлар да сіздер сияқты былай айтқан кезде жай ғана адам. Мен сіздерге көбірек айтайын, коллекторлар сізге не үшін звондайды? Өйткені олар біреудің коллекторский организацияда жұмыс жасайды. Коллекторский организация оларға ақша төлейді, зарплата төлейді. Сол үшін коллекторлар сізге звондайды. Ал егер де сіздің звоногыңыздан кейін сіз ақшаңызды төлейтін болсаңыздар, ондай кезде олардың үстіне еще бонус түседі. Бонус түссе, это значит, олардың үстіне дополнительный ақша түседі деген сөз. Сол үшін олар аузына келгенде уже сізге айтып, главное сізден ақша шығарып алудың амалын жасайды коллекторлар. Фамилиямда атаң басы бар ма? Оплатаң төле, сосын айтам мен саған фамилиям. Сосын сотқа бересің ба, не істейсің өзің біл. Мен сені отырмайым, күтіп бар, говорю, оплати долг. Коллекторлар сізге сол үшін звондаған кезде қорықпай, жай ғана ақырын сөйлесіңіздер. Коллекторлар ең басында звондаған кезде олардан сұрайтыныңыз, ол өздерінің регистрационный номерларын сізге айту керек. Ол қандай коллекторлық организациядан звондап тұр, регистрационный номерін айтады, адрестерін айтады, содан кейін барып өзінің аты жөні кім, қандай должностьта жұмыс жасайды, соның барлығын сізге айту керек. Содан кейін барып қана ол сіздің қарызыңыз туралы әңгімені сізге бастайды. Егер де ол заттарды айтпай сізге сразу боқтап сөйтіп әңгімені бастайтын болса, ондай кезде просто телефонды қоя салсаңыздар, сіздердің ештеңелеріңіз кетпейді. Ал егер де осы коллекторлар сізге звондаған кезде олардың боқтық сөздерін ары қарай тоқтамай сөйтіп нететін болса, ондай кезде сіздер просто коллекторлық организациялардың үстінен жалоба тастай аласыздар. Коллекторлардың үстінен жалобаны сіздер первое кредитное бюроға немесе ұлттық банкке жазсаңыздар болады. Ұлттық банктың ішінде агентство по регулированию финансового рынка деген организация бар. Сол жаққа жазасыздар, и олар прям прямой коллекторлардың үстінен қарап отырған осы организация. Олар уже коллекторларға сіз жалоба жасаңыздар, сразу сіздің жалобаларыңыз өздері тіркейді, и содан кейін барып коллекторлармен барып жұмыс жасайды толығымен. Коллекторларға жалобаны жазған кезде сіздер жай ғана осы бір ғана параққа жай ғана заявление жазып жібере салмайсыздар. Ол кезде сіздерге дәлелдеме ретінде то, что коллектор заңды бұзған туралы дәлелдемелер керек болады. Ол қандай дәлелдемелер? Ең басында коллектор звондаған кезде, мысалы бағана айттым ғой, сабырлы болу керек деп. Сол кезде сіз сразу коллекторға айтасыз. Барлығын түсіндім, барлығы жақсы. Давайте енді мен қазіргі кезде сізге бір-екі сөз айтайын дейсіз. Мен осы аудиозаписті қазіргі кезде қостым, ал енді давайте сөйлеңіз дейсіз. Или нет? Не пофиг как-то. Так, понял, Азамат, смотрите, давайте не будем ругаться. Я здесь сразу начинаю вас предупреждать, что я аудиозапись включил. Вот, с этого момента, в принципе, можете продолжать. Аудиозаписті қосасыз, аудиозапис сіздің дәлелдемеңіз болады. Егер де коллектор ары қарай сізді боқтайтын болса, ондай кезде сол аудиозаписті заявленияға тіркеп, уже агентствоға жазасыз, немесе первое кредитное бюроға. Осылай сіз өзіңіздің құқықтарыңызды қорғай аласыздар. Тағы да бір айтып кететін жағдай осы коллекторларға байланысты. Коллекторлардың туралы заңының осы 5-ші бабына сәйкес, коллекторлар сізге күніне тек қана 3 рет звондауға құқықтары бар. Одан артық олар сіздерге звондай алмайды. Және де олар 3 рет звондайды таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін. Және де выходной күндері сіздерді мазалауға құқықтары жоқ. Осы маған көптеген сұрақтар келеді. Маулен, осы коллекторлық организациялармен қалай график орнатамын, не істеймін деген сияқты. Ай-май төлеп отыратындай, содан кейін барып коллекторлардың звоноктарын алып тастау керек деген сияқты маған сұрақтар келеді. Коллекторлардың звоноктарын алып тастау үшін ең алдымен сіз осы олармен тиімді график орнатасыздар, и график орнату арқылы ай-май өзіңіздің қарызыңызды уже төлеп отырасыздар. Бұндай ай-май графикқа отыру үшін сіздер коллекторлық организацияларға заңды түрде заявленияны жібересіздер, содан кейін барып коллекторлардың заңгерлерімен сіз уже переговор жүргізесіздер. Егер де барлығы жақсы болып өтетін болса, ондай кезде сізге график беріледі. Ал егер де онша емес болса, ондай кезде сіздерге график берілмейді. Көбінесе менің практикамда 80-90% осы графикті негізі бермейтін.
Достар, егер де сіздерде осындай коллекторлармен проблемаларыңыз бар болатын болса, содан кейін барып ай сайын осындай график орнатқыңыз келсе, ондай кезде мен сіздерге көмектесе аламын. Мен осындай графиктармен орнатумен айналсам, содан кейін барып банкротствомен айналсам. Банкротство дегеніміз өздеріңіз білетін шығарсыздар, кім білмейді, мен тағы да айтып кетейін. Банкротство дегеніміз мемлекет сіздің қарызыңызды кешіруі. Осындайды біз банкротство деп атаймыз. Банкротство туралы заң 3 наурыз күні күшіне енген болатын. Сол кезден бастап банкротствоның процедурасы жүріп жатыр. Егер де сіздер ары қарай банкротствоға тапсырғым келеді, және де банкротствоның талаптарына мен келем десеңіздер, ондай кезде осы видеоның астына сілтеме қалдырып кетем, сол сілтемеге өтіп маған жазыңыз. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.